Баршаңызға қайырлы күн болсын, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осында ерекше дәмді шығатын мини пиццаның рецептісіменен бөлісетін боламын. Ол үшін алдыменен осылай қатпарлы қамырымызды 4 бұрышты етіп жұқалап жайып алатын боламыз. Жұқалап жайып алдық. Үстінен енді соус саламын мен. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кетчуп, майонез жақсаңыздар да болады. Осылай барлығын четканың көмегіменен жұқа етіп бір тегіс етіп жағып аламыз. Менде соустың рецептісі бар. Егер қаласаңыздар, каналыма кіріп қарасаңыздар болады. Үстінен ұсақтап туралған, тұздалған қияр салып, үккіштен өткізілген сырды да бір тегіс етіп барлығын салып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша салмасын әртүрлі етіп салсаңыздар болады. Осылай барлығын салып алдық. Енді рулет тәрізді етіп, осылай бір тегіс етіп орап шығамыз. Барлығын осылай орап алдық. Енді қалыңдығын 1,5-2 сантиметрде етіп, кесемізде осылай үстінен тағы да қолымызбен басып, аздап жайып шығамыз. Осылай жайып, табамызға тізіп алып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. 200-220 градуста алдын ала қызып тұрған пешімізге беті қызарғанша пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әрқалай, сондықтан беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мини пиццамыз дайын. Осында ерекше дәмді болып шықты, кітірлек болып. Қатпарлы қамырменен пиццаның дәмі бір-біріне өте әдемі үйлесім тапты. Міндетті түрде жасап, комментарийге бөлісе кетіңіздер. Өте ерекше шығатын рецептің бірі.